Сәлем достар, бүгін біз бауырдан пирожки жасайтын боламыз. Осы рецептіне жасайтын болсаңыздар, өте дәмді, жұмсақ, әрі пайдалы болады. Қажетті заттарды сіздер описаниеден оқи аласыздар. Ал ең алдымен біз апара жасайтын боламыз. Ол үшін қант, ашытқы және жылы су үшеуін араластырып, бетін тәрелкемен жауып 5-6 минутқа қойып қоямыз. Келесі кезекте ұнға маргарин, тұз, апараны және сүтті қосып, жақсылап қамыр илейміз. Бетін жауып 1 сағатқа қойып қою қажет. Және де арасында қамырды қайтарып, илеп қойғанда дұрыс болады. Сол кезде қамыр өте жұмсақ болады. Ендігі кезекте қоспасына көшетін боламыз. Бауырды жақсылап жуып, бір ыдысқа су құйып, қайнатып аламыз, яғни 20 минутқа. Дайын болған бауырды осылай кесіп, дайындап аламыз, және де оны ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жуаны майдалап турап алып, оны табаға май құйып қуырып аламыз. Қара бұрыш, тұз салып бірге қуыру керек. Содан кейін жаңағы дайын болған біздің бауырымызды қосып, бірге 10-15 минутқа қуырып алғанымыз дұрыс болады.
Міне біздің қамырымыз ашып дайын болып тұр. Енді осы қамырды жақсылап бірнеше бөліктерге бөліп алғанымыз дұрыс болады. Яғни майда домалақтарға бөліп, және де оны осылай домалақтап қойып аламыз да, бетін майлықпен орап жауып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз одан да әдемі болып көтеріледі. Осы домаланған біздің қамырымызды жақсылап оқтаумен кішкене жайып аламыз, және де ортасына салманы салып, жақсылап жиектерін қосып біріктіреміз. Оны осылайынан қаттырақ басып жиектерін бекіткен дұрыс болады, себебі қуырып жатқан кезде ол ашылып кетуі мүмкін. Және де теріс қаратып қойып қоямыз. Тағы да бір 10-15-20 минутқа осы дайын болған пирожкилерді қойып қойсаңыздар, қамыры тағы да кішкене көтеріледі. Содан кейін табаға май құйып, жаймендеп қуырып ала берсеңіздер болады. Әр бетін қызарғанша жақсылап қуырып, содан кейін жаймендеп оттан ала берсеңіздер болады. Жақсылап піскенін қадағалаңыздар. Әйтпесе пирожкидің ортасы қамыр болып қалуы мүмкін. Және де газдың, яғни оттың астын жай қойған дұрыс болады. Достар, осындай бауырдан жасалған пирожкиді міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріне, балаларыңызға барлығына да ұнайды. Ол сіздердің денсаулықтарыңызға да өте пайдалы. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, және де каналыма тіркеліп кетіңіздер.